Бәріңізге сәлем. Бұл қыздың есімі Нора. Бұл қыздың бүгін туған күні, ол 4 жасқа толып жатыр. Сол себепті де ол өзінің анасымен супермаркетке барып, өзіне торт алады. Нора тележкада отырады. Жақын маңайдан қарт адамды көріп, "Сәлем, шал" деп айқайлайды. Анасы сыпайы сөйле деген секілді Нораны түртіп жібереді. Бұны естіген қарт адам Нораға жақындайды. Анасы оған айқайлайды ма деген ойда болды. Алайда қызға жақындап, "Қаншайым, сен нешеге толып жатсың?" дейді. Нора күлімсіреп, "Мен 4-ке толып жатырмын" дейді. Осы сәтте анасының көңіл күйі жақсы жағына қарай өзгереді. Ер адам кішкентай қызбен сөйлесіп, туған күнімен құттықтап қоштасады. Сәлден соң олар қайтадан кездесіп қалады. Және де қыздың анасы ер адамнан қызының айтқаны үшін кешірім сұрайды. Қызының туылған күні болғандықтан, соның құрметіне суретке түсуді ұсынады. Қобалжыған ер адам олмен суретке түседі. Әлгі ер адамның өте қатты қуанғанын көрген анасы бұл суретпен интернетте бөліседі. Бұл суретті көрген таныстарының бірі бұл ер адамды танитынын жеткізеді. Және де ол жайлы өте қайғылы оқиғаны айтып береді. Ол бірнеше ай бұрын өзінің әйелінен айырылып, қазіргі таңда жалғыз өзі тұрып жатқанын жеткізеді. Бұны естіген қыздың анасы әлгі ер адамның номерін тауып, оған хабарласып, олмен кездескісі келетінін айтады. Және де оған қайтадан қуаныш сыйлағысы келеді. Әлгі ер адам мен кішкентай қыз қайтадан кездеседі. Бірге тамақтанып, бірге сурет салады. Және де қайтар кезде ол ер адам өзінің бақшасында өсіп тұрған раушанды кесіп алып, әрбір инесін кесіп тастап, оған сыйлайды. Осыдан кейін әлгі ер адам мен кішкентай қыз нағыз достарға айналады. Аптасына кем дегенде бір рет кездесіп тұрады. Осымен айтарым, адамдармен өте қатты жақын араласып, дос болып кетпесек те, адамдарға жылы сөздерімізді айтып, олардың көңіл күйлерін көтеруге тырысайық. Бұл оқиға сізге ұнаған болса, онда дәл қазір төмендегі поделиться кнопкасын басып, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіңіздер. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар.